Енді ары қарай планкамен жұмыс жасаймыз. Планка дегеніміз алдындағы түйме тұратын орын полузаностарымыз. Мынау біздің масштабы кішірейген макетный варианты. Ал мынау оригиналы. Мынау ұзындығы кәдімгідей көйлектің ұзындығымен бірдей. Мынау етегі, мен бас жағын көрсетейін. Қараңыздар. Мына сызық мінекей көйлекпен жалғанған жер. Мінекей. Мынау былай мына жерге жалғанады. Көрдіңіздер ғой? Мен 2 сантиметр мінекей алдым. Мынау былай тұрды. Көрдіңіздер ма? Мынау былай тұрды. Мына жер жоқ деп ойлаңыздар. Мынау былай тұрды. Осы жерден мен 2 сантиметр сызып, алдыңғы бойдан түймеге деп сызып алғаным. Мінекей мынау. Макетный варианттағы. Ал мынау оригиналы. Қараңыздар. Мында 2 сантиметр. Оған тағы да 2 сантиметр қостым. Сонда бізде бұл кәдімгідей алды нандай полузанос шықты бізде. Түйменің орны шықты. Көрдіңіздер ма? Енді біз түймені тура осылай матаны қиып алып тіге алмаймыз. Болмайды. Технология оған рұқсат етпейді. Енді ол үшін қайтадан осыған жалғастырып 2 сантиметр бір алдық, оған 2 сантиметр тағы қостық. Бұл біздің витринный сторонамыз. Енді оның астарына тағы да мынаның өлшемімен пара-пар тура өсетіп қосамыз. Өлшем. Мында общий 4 сантиметр болса, мына жерге 4 сантиметр бересіздер. Мынаған қарамаңыздар. Бұл менің өзімнің жағы шовка деп қосқаным. Бұған қарамаңыздар. Бұл жоқ деп ойлаңыздар. Мында 4 сантиметр, мында 4 сантиметр. Біздің мынау өсетіп қиып аласыздар сіздерде. Тура осылай 4 сантиметр, 4 сантиметр. Жалпы алғанда 8 сантиметр. Егер сіздерде кіші болса, мында 3 сантиметр, 3 сантиметр. Жалпы алғанда 6 сантиметр қылып аласыздар. Және мүмкіндік болып жатса, калькаға край теккен кезде, жаңағыдай, мынау менің алғаным, бұл тігіске берген 1 сантиметр көрдіңіздер ма? Мына жерде бар, мына жерде жоқ. Олай істемеңіздер. Өздеріңіз шатасасыздар. Просто осылай қалай бар, 8 сантиметрлік ширина күйінде өсетіп қиып аламыз. Және бұның ұзындығы, көйлектің ұзындығымен пара-пар болу керек. Менікі кәдімгі көйлектің ұзындығымен бірдей. Көрдіңіздер ғой? Бірдей. Сосын мынандай қылып белгілеп аласыздар. Мынау менде пройманың несі, сызығы. Мына сызық. Мына жерде бізде сызық түсті ғой. Осы сызықтың жалғасы, бұл обязательно болу керек. Сосын мына сызық, мына сызық. Менде мынау белдің сызығы бар ғой біздегі. Сол белдің сызығымен пара-пар келу керек. Мына сызық бізде бөксенің сызығы, бөксенің сызығымен тоже пара-пар келу керек. Бұл не үшін? Бұл біз мына матаны деп қиып алған кезде, матаны мынадан мынаны бір-біріне жалғау үшін, мына сызық пен мына сызық бір-біріне тура келу үшін, тіккен кезде бізде проблема болмау үшін, мына линияларды мына жаққа көшірген, ол обязательно. Бізге насечка беріледі маталарға. Осы маталар арқылы біз ориентир ұстап жұмыс істеп отырамыз. Бұл енді біздің түйме қоятын жер. Мен түсінікті тілде түсіндірдім деп ойлаймын. Край теткен кезде жағдай. Край теткен дегеніміз ол матаға пішкен кезде осылай қоясыздар. Осылай қоясыздар да, бірінші наны деп сызып аласыздар, тура осының несімен. Сосын жиегіне 1 сантиметр тігіске қалдырамыз. Енді оны мен қазір жұмыс барысында түсіндірем, сөз көбейтпей қояйын. Так, ары қарай кеттік. Келесі мәселе бізде қолы бізде базовый лекалда қалай бар, тура солай алдым. Просто мына жақтың базовый лекалды менің методикаммен сызсаңыздар, ол жерде бәрі түсінікті. Еш нәрсе өзгерткен жоқпын. Тек қана кеңдікке мына жақтан 1 сантиметр қостым. Мына жақтан 1 сантиметр қостым да болды. Жеңін мына жерге келетін қылып, өзім қолыма өлшеп, осы жерге келетін қылып қиып алдым да, болды. Осылай ғана ала салдым. Қиындатпаймыз, қыздар. Мынау біздің дайын жеңіміз. Бұл жерге жазып қоямыз. Артқа бой, алдыңғы бой деп бәрін жазып қоямыз. Сонымен бізде не бар? Юбканың рюшасы бар. Артқы бойдың погоны бар. Алдыңғы бойдың погоны бар. Бізде планкамыз дайын болды. Және рукавамыз дайын болды. Енді мойын ойындысына келген кезде, мойын ойындысын тек
бейкамен обработка жасасаңыз болады. Болмаса қазір мен сіздерге стойка воротниктің қалай пішілетінін көрсетемін. Стойка воротник тігудің бізде тура дәл қазіргі уақытта екі жолы бар. Біріншісі осылай қағаз лекал күйінде бәрін дайындап алып, четко осы сантиметр, миллиметрмен матаға түсіріп солай жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол енді күшті. Ондай кезде қателік болмайды посадкада ше. Но кейде болады. Кейде жаңағыдай тігін матамен тіккен кезде 1-2 миллиметр тоғы жетпей қалады, болмаса 5 миллиметр көбейіп кетеді. Ондай кезде жаңағыдай дайын болып қалған көйлектің жағасына матаны өлшеп крайт етіп тіксе болады. Болмаса осы қағаз күйінде тұрған кезде өлшеп қиып қағаз күйінде мынандай қылып лекал қылып дайындалсаңыздар болады. Мен былай да былай істей берем. Енді қараңыздар, бірінші очередь бізге стойка воротник дайындау үшін алдыңғы бойдың мына точкасына дейін өлшеп аласыздар. Неки былай өлшеп аласыздар да, оны жазасыздар. Менде ол 12-де 1 болды ма? 12 болды. Менде, по-моему, 12 болды. Сосын артқы бойдың тура осы жерін миллиметріне сәйкес қылып өлшеп аламыз. Бұл менде 8-де 3 болды. 12 алдыңғы бой, 8-де 3 артқы бой. Мен жазып алдым. Енді ары қарай клетка қағаз аласыздар. Болмаса ақ қағаз аласыздар. Болмаса осындай қағаз аласыздар. Мына шетінен бірінші 8-де 3 артқы бойды өлшеп сызамыз. 8-де 3 артқы бой. Оны деп белгілеп қойып қоямыз. Одан кейін менде 12 сантиметр ол алдыңғы бойдың ұзындығы бар. Оны былай өлшейміз да, белгілеп қоямыз мына жерге. Енді стойка воротник әдемі болып деп денеге мойынға қонымды болып жату үшін мен шамамен 2,5 сантиметр көтерем. Неге деп мына жерден точка деп қойып қоямыз. Енді жаңағы біздің 8-де 3 арқа бойының иыққа кеп тоқтаған жері бар ғой, осы жерден мына точкаға дейін сызық жүргіземіз. Осыны бізде 13, 12 болды ғой. Менде сіздер өз өлшемдеріңізді жазасыздар. 12 деп белгілеп аламыз. Көрініп тұр ма? 12 деп белгілеп аламыз. 12-ні мендегі 12-ні мен 2-ге бөлем, ол 6 болады. Сіз өз өлшеміңізді 2-ге бөлесе, ортасын табасыз да. 0,5 сантиметр төмен түсіп деп точка қойып қоясыздар. Енді көрініп жатыр ма? Енді мына точкадан осы 90 градуста аласыздар. Стойканың бізде биіктігі қанша болады? Менде 3 сантиметр болады. 3 сантиметр биіктікті аламыз да белгілеп аламыз. Көрдіңіздер ғой? Мына жерде де мына арқа бойындағы неге қарама қарсы деп аламыз. 3 сантиметр көтереміз деп белгілеп аламыз да. Параллельно сызық жүргіземіз осыған. Тура осының ұзындығымен, арқа бойының ұзындығымен бірдей қылып сызба жүргіземіз. 8-де 3 сантиметр. Сосын оны мынаумен қосамыз. Мына жерде енді уже өлшемейміз, потому что бізде бұл наклон кетіп қалды. Енді бұны өлшейміз. Менде 11,5 болып тұр. Оны 2-ге бөлеміз да, ортасын деп белгілеп қоям. Бұл жерден де аламын да, бұл точкадан төмен қарай 0,5 миллиметр деп тауып ара қашықтықты белгілеп қоям. Енді мына точканы, қараңыздар. Көрініп жатыр ма, құдай ау. Мына точканы қосамыз, мынандай доғал, әдемі доғал етіп қосамыз бір-біріне. Осындай кезде лекальный линейкамен жұмыс жасаған жеңіл болады. Мына жерде де біз жаңа 0,5 миллиметр белгілеп алдық қой, оны да былай доғал қылып, әдемі қылып қосамыз. Лекальный линейканың көмегімен, болмаса өздеріңіз былай деп сызасаңыздар да болады. Егер линейкаларыңыз болмаса, просто алып сызасаңыздар. Сызасаңыздар. И мына алды бізде былай болып келеді ғой обычно стойкалар. Мен мысалы маған ұнайды, осылай кеп әдемі болып жатқаны маған ұнайды. Мен өсетіп белгілеймін. Былай осылай сызып алдым. Біздің стойка воротнигіміз осымен дайын болды. Енді мына жерге жазамыз. Мұнда сгиб. Сосын бұны бұлай қиып аламыз бірден.
қиып аламыз. Мінекей, менің стойка воротнигім дайын болды. Енді бұл жерде қараңыздар. Егер мынандаймен жұмыс жасау, матаға край ету қиын болса, мынандай қылып толық нұсқасын дайындап алсаңыздар болады. Мен осылай жұмыс істеймін, потому что маған осылай жұмыс жасаған ыңғайлы. Мына жерге сонда сгиб деп жазбайсыздар. Полный толық нұсқасын осылай дайындап аласыздар. Бұл бізде воротник. Екі деталь қиясыздар бұны. Екі деталь. Біреусі дублерин. Бір дублерин деп жазамыз. Қателесіп кетпеу үшін. Сосын бізде мұнда арқаның бойы мен алдыңғы бойдың қиылысқан жері бар. Осы жерді былай сызып қоямыз. Обязательно. Сосын матаға салған кезде осыны белгіні түсіреміз. Егер жартылай емес сіз толық вариантпен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда бізде мынандай қылып мінекей ортасын белгілеп қоясыз. Екі жерін қосылған жерін белгілеп қоясыз. И осы белгіні мінекей мына жаққа түсіресіздер. Мінекей. Және матамен жұмыс жасаған кезде осы меткалар матаға түседі. Осымен біз жағаны, көйлекті бір-біріне қосамыз.